Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен мантының қамырын дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнымызды, 240 мг суымызға. Су міндетті түрде жылы болу қажет, және де 1 шай қасық тұзбен 1 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Және де жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнның үстіне осындай кішкене бөлшектен құйып отырып, қамырымызды илейміз. Бұл қамырды тұшпараға, пельменге, мантыға пайдалансаңыздар болады. Қатырып қойсаңыздар да мұздатқыштан сынып кетпейді қамыры. Алдын ала илеп дайындап қойсаңыздар да болады қамырды. Осылай қамырымыз біріккеннен кейін 10 минут көлемінде осылай иін қандырып илейміз. Артық су қоспаймыз. Қамырымыз осындай алғашында қатты болады. 10 минут көлемінде илегеннен кейін бетін жауып қойып қойыңыздар. Ол кезде салмасын дайындап алыңыздар. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша. Менде капуста, картошка, пияз және де фарш. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Өте керемет. Илегенге де оңай. Мен екіге бөліп алдым. Өзіме солай ыңғайлы. Егер де сіздерге адам саны көп болса, немесе көп мөлшерде дайындайтын болсаңыздар, ұнды жалпы рецепті 2 есеге көбейтіп істесеңіздер болады. Өте оңай жайылады. Қамырымызды жайып алдық. Осындай қалыңдықта енді мантыға кесетін боламыз. Осылай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Салмасын салып, түйеміз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай түйіңіздер. Ас болсын, дайын мантымыздың бетін сұйық маймен жағып шықсаңыздар да болады. 45 минутта дайын болады. Өте керемет болып шығады, дайындап көріңіздер.